Сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында депутат Ардақ Назаров Түркістан қаласына ерекше мәртебе беруді көздейтін заң жобасын талқылау кезінде жұрттың талқысына түскен бір ұсыныс айтты. Мәжілісмен талай ғұламаларымыз, хандарымыз бен сұлтандарымыз жатқан киелі жерде рухани астанамызда арақ шарап ішуге де, сатуға да тыйым салу керек деген бастама көтерді. Осы сауалға орай Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсенбай Тәжбаев шаһар неге өңірдегі арақсыз ауыл жобасына қатыспай жатқанын түсіндірді. Оның айтуынша қазір 30-дан астам ауыл алкогольді мүлдем бас тартқан. Түркістан қаласына қатысты зиялы қауым мен ақсақалдар бұл мәселені түрлі форматта талқылапты. Дегенмен, облыс орталығынан келген шенеунік Түркістан рухани мәдени астана ғана емес, туристік орталық екенінде еске салды. Яғни бұл жерде туристердің жағдайында ұмытпаған абзал. Әкімдік өкілі жалпы Түркістанды арақтан азат қалаға айналдыру мәселесі орынды екенін алға тартты. Ал ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров болса, қалада алкоголь сатуға тыйым салу идеясына қатысты компромистік нұсқа ұсынды. Оның пікірінше, киелі жерлердің маңында ондай талап орында болуы мүмкін. Бірақ қаланың өзі үлкен, басқа да тұрғындар, шетелден баратын туристер бар. Солардың құқығын шектемей, өздері қалағанша демалуына мүмкіндік беру үшін алкогольге рұқсат берілетін белгілі бір аймақтар болуы ықтимал. Одан бөлек араққа тыйым салынатын болса, алкоголь сатып заңды кәсіппен нәпақа тауып отырған шағын бизнес өкілдері жапа шегетіні айтпаса да түсінікті. Желіде Түркістанда алкоголь сатылмайтын қалаға айналдыру бастамасына қатысты түрлі пікірлер айтылуда. Депутатты қызу қолдап жатқандар да, қатаң сынап жатқандар да көз шалады. Желіде Түркістанда алкоголь сатылмайтын қалаға айналдыру бастамасына қатысты түрлі пікірлер айтылуда. Депутатты қызу қолдап жатқандар да, қатаң сынап жатқандар да көз шалады. Ардақ Назаровтың ұсынысы популизм деп сынағандар неге Қазақстан заңдары жекелеген аймақта ғана, яғни Түркістанда орындалмау керек? Басқа өңірлерде киелі жерлер жоқ па деген сыңайда пікір қалдырып жатыр. Дей тұрғанмен депутаттың бастамасы тек ұсыныс екенін ұмытпаған жөн. Әзірше ешқандай ресми қабылданған жоқ.